Жаңа технологияны тілін меңгеру заман талабы. Бұл ретте Нұр-Сұлтан еліміздегі ең үздік цифрлы шаһар саналады. Бәсекеге қабілетті болу, өсімді өнім игере білу деген еді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің жолдауында. Ел астанасы осы міндеттерді жүзеге асырушы басты бағдаршам. Нұр-Сұлтан ел экономикасының дамуына серпін берген және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға үлгі болған мүмкіндіктер қаласы. Туған күнмен елорда. Нұр-Сұлтанда көзін тауып, кез келген бизнесті дөңгелетіп әкетуге болады. Сол себептен болар, бұл шаһарды зор мүмкіндіктерге толы қала деп санайды. Карантин кезінде де бизнес өкілдеріне ашық қосымшасы арқылы қауіпсіз, қолайлы жұмыс жасауға көмектескен жоқпыз ба? Ерінбей еңбек етемін деген жанға барлық жағдай жасап отырған ел астанасының алдағы уақытта әлі талай бизнес көздері ашылатынына кәміл сенімдімін. Елорда елдің ертеңі. Нұр-Сұлтан қаласы қазіргі таңда ірі мегаполис. Қарқынды дамып келе жатқан инновацияларға толы ірі қала. Біз жалпы Smart City ұғымын тек шет елдерден ғана естіп, кинолардан ғана білетінбіз. Қазіргі таңда Smart City ұғымы қаламыздың толыққанды өміріне енген. Ең басында бұл жобаның жүзеге асатынын еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан болатын. Қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі Smart City рейтингінде Нұр-Сұлтан қаламыз 21-ші орынға ие болды. Нұр-Сұлтан ел дамуының символы.